Шыңырау бірінші бөлім. Еңсеп, ол күні бұл зымыранға енді қайтып түспейтінін білген жоқ. Шай ішіп шықты да, ыстық қайта құдықтың басына келді. Серіктері шайланып болғанша айналада шашырап жатқан шеген тастарды көрді. Ернек шың бұл арадан 3 қонып, 4-ші түнемелікке әзер жететін жерде. Одан беріде тас баласы табылмайды. Жылмиған қара сұр жазық. Байсалбай жайлауға көшкенде қиялама ат жолдан шығады. Ернек асқан соң 2 түнемелікте суат барда 3-ші түнемелік құламаның құла түзі малды да көшті де әбден болдыртып тастайды. Нағыз қоңыр бұйра кең өріс суат жоқтықтан қысырап жатыр. Өткен жазда қырқым өте Байсалбай еңсепке құдық қазып бер деп қолқа салғанды. Ол шыңырауды дәл осы арадан алақырдың үстінде оқшау қылауытқан тастақ жүлгенің терістігінен қазатын болды. Бір-екі ақсақал тастақ жыраның құбыла бет құйрығын қалай көріп еді, оған еңсеп өзі ыңғай берген жоқ. Сонша қыңыр тартуында бір мән бар, бірақ оны әзір жан баласына тісінен шығармақшы емес. Шет жағасын ертең Байсалбайға шыңырау біткен той үстінде айтпақ. Шеген тастардың бірсыпырасы түсіпті. Әрқайсысы алып тоқаш сияқты. Қалыңдығы қарыс жарым да, биіктігі кез жарым. Бұндай тасты сонау 3 күндік жердегі құлама ернектен тасып әкелудің өзі күш. Ол үшін белді-белді нарды кәтептеп, ауыттап қомдайды да, екі жағына бір-бір шеген тас сыйып кететін 2 үлкен кебеже теңдейді. Оған нардың нары ғана шыдайды. Анада зауза айында жабағы жүнді ернектің астында қырыққан Байсалбай жем бойына көшіп өткенді. Жол жөнекей бұның қосының қасына бір күн қонды. Сонда еңсеп Байсалбайдың келе-келе түйелерін аралап жүріп, тас тасытуға осы шыдайды-ау деген 15 нарды өзі таңдап алып қалып еді. Қазір соны 7-7-ден кезек аттандырып тұр. Жылмиған үстірт айнала ақшың ернекке тіреліп таусылады. Сол ернектің бір ұшпа аңғарында інісі теңсел тас кесіп жатыр. Таудан арамен кесіліп алынған сандық тастар ернектің үстіне шығарылады. Кескенге жұмсақ болғанымен желмен суға берік, саркемік тастың ортасын ойып, шырайнала қырнап, тоқаштан аударып алғысыз тығырық кейіпке келтіреді. Ернектен алыстаған сайын жердің топырағы қалыңдап, астындағы көлгөсір таудың көк тас қабаты тереңдей түседі. Осы жолы бұл көк тасқа 10 кісі бойы жер қазып жорға жетті. Мұнда жерде шегендеу үшін қыруар тас керек. 8 нарды енді бір мәртебе жіберіп алса жетіп қалар түрі бар. Еңсеп тастарды көріп шыққан соң құдықтың түбінен алынған көк қиыршықтың үстіне құйрығын басып жүрелеп отырды. Мойнына күміс шынжырлап тағып қойған ақ мүйіз шақшасын алып, бас бармағының басына насыбай үйді. Сосын 2 танауына кезек-кезек тосып еді. Ащы көк бұйра кеңсірігін дуылдатып, таңқ-таңқ түшкіріп жіберді. Күшті насыбайдан көзіне ыршып шыққан жасты жалаңаш білегімен сүйкеп тастады да, астындағы көк қиыршықтың бір уысын көсіп алып, алақанына жазып қарады. Құдық түбінен бұдан бір шай ішім бұрын шыққан көк қиыршық тас мынандай шыжып тұрған талма түсте түгел кеуіп үлгермепті. Әлі дымқыл. Су я бүгін, я ертең түске дейін шығып қалар түрі бар. Жалаңаш иығын күн шағып барады. Құдықтан 2 аттам жердегі киіз үйден гу-гу дыбыс шығады. Жігіттердің шамалда шайланып шыға қоятын түрлері көрінбейді. «Ау, болсаңдаршы!» деп айқайлап қойды. Шай ішіп бусанып шыққан жігіттер қасына кеп насыбай атысты. Соңыра салқын түсе ел қыстауға қайтып келе жатқанда Байсалбай құдық байғазы тойын қай жерде өткізетінін айтып таласты. Атақты байдың тойында жүлдеге түсетін жүйріктер мен палуандарды санасты. Байсалбайдың
бәйгеге не тігетініне сырттай томпышты. Үстірттің үстіндегі ең терең, ең өрісі мол шыңырау осы болмақ. Шығыр тартқанда қара атан қазірдің өзінде 200 қадамнан асып қайтып жүр. Кешеден бері құдықтан шыққан топырақтың қиыршығы азайып, жентек-жентек саз ұшыраса бастады. Суының тұщы болуы да ғажап емес. Енді еңсеп, сол тоғырлық сазды түгел ойып біткенде, ар жағынан балдай тәтті тұщы су тесіп шықса, Байсалбай ханға сәлем берер ме? Аман болса, бүкіл Алақырдың үстіндегі жалпақ ел бұл шыңырауға көзін сүзіп өтеді. Байсалбай дәулетін осы жолы төкпегенде қайда төгеді? Айдана асқан жерде аямай сілтеп қалатын шығар. Еңсеп, жігіттердің кеу-кеу әңгімесіне араласқан жоқ. Балағын түріп, зесінің үстіне шығыршықтап түйіп алды. Сосын құдықшыларға тігілген екі үйге қарады. Қырдағы кәсіпқордың қанша мал тапса да, үзігі бозармайтын құрымшат басы. Азын аулақ тұяқ пен балашаға ауыз судың басында. Оларды көрмегеніне де біраз болып барады. Бір жылдан бері осы бір қызыл төмпектің маңынан шықпады. Тек соны суық көктемде мал төлдеп жатқанда азғантай шаруасының күйін өз көзімен бір көріп шыққалы қатын баласына барып қайтқан. Мынау екі үйде өңшең еркек, ас пісіріп беретін, үйге ие болатын екі бала жігіт бұлар құдық қазып жатқанда ауыз суға кетеді. Қазір күн ауа, екі атанды қомдап, метейлерді теңдеп, таңдайларына қойдың көкше құртын басып, күн өтіп кетпесін деп, бастарына шекпен бүркеніп жолға шығады да, ертең күн ысы қайтып оралады. Осындай көші-қонды күйкі тірлікте жүретін құдықшы ауылда не сән, не салтанат болсын. Алақырдан су іздеп құдық қазуды ата кәсіп қылып алатын Қараш әулеті бесіктен белі шықпай жатып естейтіні мазақ. Қараш тіккені күрке, асқаны бақыраш, иті үрегеш, қызы күлегеш. Ақбоз үйге кіре алмас, шоңқайма етік кие алмас, шөккен түйеге міне алмас. Қараш пақырға әйтеуір тамақ шалмас демегендеріне де шүкірлік. Бірақ Байсалбайдың ернекте жайлайтын ерке інісі Өтеске күн ысып кетті, сауынға бір-екі түйе берсін деп кісі жіберсе, Қараштың қарынына қара көжеден басқа ас тұрушы ма еді деп келеке ғып қайтарыпты. Әдетте етікші мен ұстаның байқатпай шаптан тістейтін шақпа тілі болады. Құдықшыда о да жоқ. Болғанда да жеті қат жердің астындағы оның сөзін кім естиді? Еңсеп шырт түкіріп қойды. Оның әлденеге томсырайып отырғанын көрген жігіттер кеу-кеу әңгімеден тыйылып, тоқырасып қалыпты. Ол орнынан тұрды. Сосын анадай жерде шөгерулі жатқан шығыр тартып жүрген қара атанды меңзеді. Ана бейшара шөп үстін тұсап жіберші, тұрыңдаршы. Жігіттердің біреуі қара атаның шығыр арқанын шешіп, тұрғызып, тұсап қоя берді. Еңсеп беліне қыл арқан байлап құдыққа беттеді. 4-5 жігіт қатарласып қыл арқаннан ұстады. Құдықтың ішіне үңілсең, басың айналады. Саңылауы жоқ қара түнек. Еңсеп ыссыдан өңін жоғалтып алған күлгін аспанға қарады. Сосын құдықтың ішіне аяғын салбыратып, сыз қабырғадан тесіп жасаған теппеге башпайын тіреді. Манадан бері күн қыздырып тастаған бақайы мұздап қоя берді. Кеңірдегін созып қарап еді, құдықтан шыққан сұрғылт төмпешіктердің ар жағында екі құрым күрке қарауытты. Арқаннан ұстап, құдыққа төніп-төніп тұрған жігіттердің әбден күнге шыжғырылған қап-қара серақтарын көрді. Жаңа ғана айнала сағым шалып жатқан көл-көсір, көкжиек енді қара серақтардың ара-арасынан қылт-қылт жылтырайды. Қыл арқаннан шірене тартып, тағы бір теппе төмен түсті. Жігіттердің қайыс қара жүзінде моншақтап тер шығыпты. Бәрі де ту сонау зымыранға түсіп бара жатқан бұған телміре қарайды. Шалқар дария, кең аспан шара табақтай боп құдықтың аузына төңкеріле қалды. Сыз құдықтың салқын ілебі енді шындап сезілді. Тершіп тұрған жауырыны оқыс мұздап,
тұла бойы түршігіп кеткендей болды. Тағы да төмендей берді. Құдықтың ішіне кесе көлденең түскен күн сәулесі ту сонау төбеде. Маңайының бәрі бозғыл бұлыңғыр тартты. Жарықтың бәрі жоғарыға серпіліп, дәл құдықтың аузына мұнардай үйісіп тұрып алыпты. Сыз ілебі манағыдай емес, күшейе түсті. Төмендеген сайын бақайы қарылып, қатырып барады. Әдетте жоғары шыққанда бір теппе биіктеген сайын көңілің өсіп сала береді. Көзін құдықта ашса да, жер астына әр түскен сайын бір жас қартайғандай болады. Аяғының астында соны көзге түртсе көрінбес қара түнекте ол өмірі көрмеген бір дүлей аранын ашып, тісін сақ-сақ қайрап тұрғандай, ту сыртына мұздай тер шығады. Қашан аяғы жерге тірелгенше төменге бір қарамайды. Көзі көкте болып, жаңа ғана артында қалған жарық әлемнің сонау бір алақандай жұрнағына телмірумен болады. О да барған сайын кішірейе түседі. Құдықтың аузындағы жігіттер шыңыраудың түбіне бір тал шаштай боп сымша тартылып созыла түскен жіп-жіңішке қыл арқанның ұшына жармасып тырбаң-тырбаң етеді. Топырақ таусылып көк тасқа жетті. Төңірегіндегі жаңағы бір қара көлеңке бұлыңғыр жарықта сарқылды. Қара да емес, қоңыр да емес, жым-жылас тас түнек. Бұл сырттан түскендіктен, әлі көз үйренбегендіктен. Әйтпесе, қазір-ақ айналасын айқын көре алмағанмен түксиген тас қабырғаларды еміс-еміс ажыратуға болады. Құдықтың ауыз жағы қылдырықтанып, жіңішкере түсті. Ауыздағы адамдардың жобасы жоғалып, әлдеқандай қара ноқаттар қылаутады. 200 қадам жердің асты. Күнде-күнде шығып түсіп, теппелер әбден жатталып қалған. Осы түсау деп аяғын тіреген жері теппе боп шығады. Ишек-ай, табанынан өткен суық шекесін тесіп барады. Қыс болса, сыртта қара өкпек соғып, қар суырып тұрғанда, мына шұңқырдың ішінде буы бұрқырап, денесі жайылып отырар еді. Қазір сыртта шыжыған шілде тамыз. Мұны көрдің іші үскіріп тұрған ақ боран. Шиыршық атқан қыл арқан емшек тұсына, екі бұғанасына қыз-қыз батып, күйдіріп барады. Міне жеттау ақыры. Еңсеп көзін тарс жұмып, ұзақ тұрып қалды. Біраздан соң қайта ашты. Жан-жағынан түксиген қара сұр қабырғалар қарауытады. Жалма-жан беліндегі арқанды шешті. Сосын арқанды қағып, жоғарыдағыларға белгі берді. Қыл арқан қайтадан көкке көтерілді. Шелтеңдеген ұшы көкірек тұсынан сипап өтіп еді, тікендей тиді. Әлгінде ғана 200 құлаштан астам түксиген сүр қара тас, мелшеген меңіреу қара жердің астындағы оны еріктері мен жер үстіндегі жарқыраған тірлікпен моп-мұздай сұп-сұр қабырғаларды шыжыған шаңқай түстегі күннің оттай ыстық нұрымен байланыстырып тұрған қыл арқан енді 7 қабат жердің астына жаңғыз тастап, өзі сонау иненің жасуындай сығырайма тесікке, жарық дүниеге қарай жаныға өрмелеп барады. Кенет көз ұшында сығырая жылтыраған жаңғыз саңылау да бітеліп қалды. Алыстан болса да атой беріп, емексітіп тұрған жарық дүние жым-жылас ғайып болды. Еңсеп, жан-жағынан анталап тұрған сыз қабырғаларды бәрібір көріп отыр. Қатпар-қатпарға тығылған үрейлі көлеңкелер қазір тұтаса үйісіп, меңіреу қараңғыға айналыпты. Табанын қараған суық шекесінен өтіп барады. Башпайларының да быртиып-быртиып ісіп кеткен түрі бар. Көп ұзамай ту жоғарыдағы ұйлыққан тұтас қою түнек қайта жыртылды. Қол басындай қап-қара бірдеңе төмен зулап келеді. Жарқ ете қалған жабағы нұр шашырай сынып, зулап келе жатқан жұдырықтай қараның жан-жағынан жапа-тармағай шарпып жатыр. Бұл құдықтың ауыз жағындағы жарық. Ол мына тұңғиыққа жете алмай, орта жолда өлеусіреп жоғалады. Еңсеп, құдықтың аузын қара көлеңке көмген сайын қорқып қалады. Ол қазынды топырақты сыртқа шығаратын емен көбішелек пе, әлде сырттан домалап кеткен кесек пе? Жоқ, жер астында зарығып, жалғыз отырған құдықшының онсыз да
ойнақшумен болатын үркек жүрегін тас төбесіне шығаратын тағы бір көлденең кесапат па, қашан қасына жетіп, қолымен ұстағанша сенбей, көктен көзін алмайды. Сөйтсе, әлгі қараңдап түсіп келе жатқан сыртқа топырақ шығаратын қос құлақты емен күбі болып шықты. Ішіне мұның жылы көкірекшесін құлынның жарғағынан қоншы қара санына жеткізіп тігілген саптама етігін салыпты. Құдықтың ішіне түсерде қиын болады деп киімін бөлек жібереді. Дірдектеп тұрған денесіне жылы киім майдай жақты. Жан-жағынан аш қасқырдай анталаған үрейде кейін серпілгендей болды. Қолына шапқысын ұстап, түксиген сыз қабырғаны сипады. Шып-шып тершіп, су шығып тұрған ештеңесі жоқ. Бірақ қиыршақ тастар тіптен былбырап кетіпті. Жентек саз таусылыпты. Ащы мекен, тұщы мекен. Сыз қабыршақты еріне тегізе-тегізе дәмін ажыратудан да қалып барады. Оның қолы қырық қайтара істеп, әбден дағдыланып қалған үйреншікті жұмысқа кірісуі мұң екен, көңіліне қырық қайтара ойлап, қырық қайтара есіне алған, бірақ ойлаған сайын тереңдей түсетін тұңғиық ойлар қайта оралады. Құдықшының қыран топан қызыққа белшеден батқан берекелі өмірі жоқ. Түксиген сыз қабырғалар мен су қиыршық топырақтан басқа, екі иіннен аждаһадай айқара басқан көр қараңғыдан басқа көргенде шамалы. Бірақ оның осы қара көр қуыс пен бір шөкім сұрқай өмірінен бөгде ойлайтында ештеңесі жоқ еді. Тыным тауып отыра алмайтын күс-күс қолы сыз қабыршақтарды үңгіп, жер астының қатпар-қатпарынан су іздеуге кіріскенде, мынау мимырт жұмыстан зерігіп кеткен көңілі өз өмірінің азын аулақ қалтарыстарынан тінткілей жөнеледі. Тағы да сонау жер бетіндегі жарық дүниеде алшаң басып жүрген күндері мынандай қара көр жер астынан атымен бейхабар кездегі азғана қызықты дәурені еске түседі. Неге екенін білмейді, жасы ұлғайған сайын сол бір қас қағым келте дәурен есіне тым жиі оралып, көз алдына дәл қазір көріп отырғандай бәрі сайрап, ап-айқын елестейтін болып жүр. Әсіресе әлденеге алаң боп, жүрегі ойнақшыған сәттерде, өткен-кеткен жадына оралғанда, шиыршығатып шамырыққан жүйкесі біртүрлі өз-өзінен жұмсарып сала беретіндей көрінеді. Ал бүгін кеп көксеп отырған сол аз ғана қызық дәуренінде тап осы күндерім ертең арман болар деп тіпті де ойлаған еместі. Табаны жарық-жарық қара бала әуелі ортасына үңгіп, қорғасын құйған құлжаның сақасы қолыма түссе деп армандады. Құлжа қолына түскенмен, о да өткінші өмірдің өзге қызықтарындай көп тұрақтамады. Ол ханталаппай ойнап, қағанағы қарқ, сағанағы сарқ боп жүргенде, осы бүгін ұтсаң, ертең ұтылатын ит шығыс ойын тек асықпен тынбай, бүкіл ғұмырына кететінін білген жоқты. Ышқырын толтырып, асық ұтып әкелген күндері, көңілі жер-көкке сыймай көпсіп жүретінді. Нелер тәтті қиялдар мен армандар да тап осындай күндері есіне түсетін. Ол ең әуелі осы өңірдегі ең өктем адам Бегелді болыстай болғысы келді. Астында көк жона тоқым, күміс бас ер, көк мойнақ арғымақ, қолында өзегіне күміс құйған, сабына алтын әшекей жүгірткен шашақты төрт өрме қамшы, артында әр ауылдың пысықайлары. Байға қонып мырзаға түстеніп ел аралайды. Ел үсті жүрістен жалыққанда қасына қарулы екі-үш жігіт ертіп аң аулайды. Айдалада сайранды сала-сала құмарынан шыққанда серіктерін ауылға қайтарады да жол жөнекей шаруа көріп қайтатын боп, телеген қайныларына бармай, болыстың панасын дәметіп, жалғыз тұратын жесір келіншек Кермеқас жаңылдың үйіне түседі. Сұлу әйел шынашағын шошайтып, құйған қан күрең шайды ішіп, құс төсекте қарын сипап, рақаттанып жатады. Еңсеп, ол кезде өзі ер жеткенше Кермеқас жаңылдың қартайып кететінін білмейтін еді. Еңсеп келе-келе Бегелдінің де соңына сөз еріп түсіп қалғанын көрді. Оны болыстықтан құлатқан көзі тұздай
Жирен сақал шоңмұрын биеді. Ақ көйлегінің жайдақ жағасын ашып салып, ылғи быршып терлейді де жүреді. Шүңірек көк көзінің шалғайына саулаған ащы терді шынашағымен қағып жіберіп, қайқақ төсіне төгіле құлаған жирен сақалды бір сипап қойып, есіліп сөйлеп отырады. Оның соңында да айғыр топ қошеметші, оның да естейтіні тек қолпаш. Қара балта қайта осы шоңмұрындай болсам, тіптен қатып кетер ме еді деп те ойлайды. Әйтеуір, ол әркімдер әлімжеттік жасай беретін тілік табан, жалақ бет, қара бала күйінде қалып қойғысы келмейді. Ал енді ауылдың шетіне оқшау қонып ап, артқы үзігін ескі жабумен жамап, алдыңғы үзігіне алаша сырған қырық құрау құрым үйдің оң жағына көрік құрып, шыжыған шілдеде сексеуілдің шоғына шыжғырылып отыратын әкесі Құлжандай болудан ат-тонын ала қашады. Құлжанды қазанның түбі тесілген, шәйнегінің шүмегі ұшқан көрші әйелдер қайнағалағанмен, қалған жұрт сыртынан ылғи кекеп мошқап жүреді. Қырсық Құлжан атанған әкесінің ел көзіне неге сонша сүйілдей қадалатынына қара бала еш түсінбейді. Әкесінің өзінен сұрауға батылы бармайды. Мойны ішіне кірген ала көз әкесі лып-лып жанған сексеуілдің шоғына темірі ұстап, бір қолымен көрікті басып, күні бойы ұсталық құрады. Үй ішінде ешкімге жағашпайды. Анасына айтатыны да, шайын қайнады ма, анан алып берші, сияқты келте сауалдар мен келте бұйрықтар. Еңсеп, әкесінің біреумен кер-мәр сөйлесіп жатқанын әлі көрген емес. Бірақ пәленшекеңді түгеншекең сөзден жығып кетіпті дегенді талай естіген. Қырсық Құлжан аталуы да сол жөн сөйлемей қасақана бұра тартып отыратын қырыс мінезінен болса керек. Қалған қараштың бәрі құдық қазып жүргенде жаңғыз өзі темір соғып ұста боп кетуі де сол қырсықтығы шығар. Ешкімге жылы шырай, оң қабағы жоқ Құлжаннан балалары қатты айбынады. Ол ләмим деп тіл қатпайды, ақылды айтпайды, ешқайда ештеңеге жұмсамайды да, тек көзінің астымен сынап мінеп қарап отырады. Содан ба балалары анасының айтқанын қалт етпей лыпып тұрады. Еңсеп 15-ке енді іліккенде әкесі қылтамақ болып, бір жыл бойы қақ төрде қаралы алашаның үстінде жатты да қойды. Ем-дом жасамақшы болып келген бақсы балгерді жәрмеңкеге барып сатып алған жаным жоқ, мырзасып берген құдай сараңдығы ұстаса қайтып ағалсын деп қасарысып маңына жуытпайды. Бір күні пәлен айдан бері нәр татпаған әкесі үй ішінің де тамағынан ас жүргізбей, аңқа-саңқа сүйегін сылдыратып жата беруден әбден жалығып ызаға мінді. Анасына төрде ілулі тұрған 5 өрме қамшыны алып бер деді. Сосын оң жақта жүктің астындағы қобдидан пышағын таптырып алды. Өзегіне қорғасын құйып, өрген қамшының күлте шашағын типылдап қырқып тастады. Жылмаңдатып майлады. Үй іші оның не істейін деп отырғанын біле алмай аң-таң, ешбірінде үн жоқ. Әкесі қамшыны майлаған соң қымыз сұрады. Сары тостағанға құйылған ащы қымызға қамшыны малып біраз уақыт отырды. Ерні жыбырлап әлденені күбірледі. Селдір шоқша сақалын көкке көтеріп әнтек шалқайды. Піссімілә, қапелінде қалтырап кеткен қолын күшпен басып, қымыздың ішіндегі қамшыны суырып ап көмейіне тықты. Өне бойы май-май талай аттың ащы тері сіңген қара қамшы оқ жыландай жылжып көмейіне кіріп барады. Есінен айырылып сылдырап қалған арық қол тастай қатып жабысып алыпты. Қалш-қалш етіп итере түседі. Қамшы бірте-бірте қысқара түсті. Арық қол сонда да итере берді. Терісі қалталанып шілмеген арық мойыннан безіне шыққан жұдырықтай өндіршек бүлк-бүлк етеді. Қамшының сағағындағы темір сақина тіске тиіп сарт ете қалды. Әкесінің әбден әрінен айрылған қу шөлмектей әппақ бетіне жаны қарқараға кеп қысылғанда да қан жүгірмеді. Бір түрлі күлгін көгіс тартты. Бір қолымен қамшының сабынан ұстап тұрды да екінші қолымен көкірегін басты.
аузындағы қамшыны қыршып жіберердей тістеніп алды. Көгіс маңдайынан бұршақ-бұршақ аппақ тер көрінді. Сосын қамшыны кері суырды. Омырауын қан жуып кетті. Манадан бері дымдары ішінде боп, әкесінен көз алмай тұрған балалар тап осы арада шыдай алмай, өкіріп есіктен ата жөнелді. Анасы даусын шығаруға зекіп тастай ма деп сескеніп, көзінен ыршып кеткен жасты жаулығының ұшымен жасқап, қанға батып жатқан күйеуіне шылапшын тосты. Әкесі содан қайтып оңалмады. Аттың ашы теріне әбден піскен қамшымен жарса да, тамағынан ас өтпеді. Ми қайнатқан ыстық басталды. Дені сау адамның өзі жанын қоярға жер таппады. Әкесін шөл шыдатпады. Шыжыған шілденің қақ ортасында көз жұмды. Өлерінде әйелін, балаларын қасына шақырды. Әлсіреген солғын дауыс еміс-еміс естіледі. Ал балаларым, кетіп барам, артыңда дәулет қалдырмады деп әкелеріңе өкпелемессіңдер. Қара жер орнында тұрса, тышқан мен қараш аштан өлмес. Тіпті болмаса жер шұқырсыңдар. Дүниеде құдықшы дейтін кәсіп барын еңсеп сонда білді. Әр ауылда жаңғыз үй кірме болып отыратын қараштың азын-аулақ азаматы жиылып әкесін көмді. Қабырдан қайтқан соң садақаға жиылған 4-5 шал Құлжан балаларының бас көтерері еңсепті оңаша шақырып алды. Шырағым, әкеден айырылдың. Құлжан пақыр, қасарыспа болғанмен ер жігіт еді. Есіл қайраты далаға кетті. Сүйегін орарға қара ала алаша зорға табылды. Шалқар дәулетке кенелтпесе де, бала-шағаңның қарын ашыртпаған ата кәсіптен, қол үзгеннен опа тапқан ол жоқ. Сен де әкеңшілеп, ата-баба ырзығын аяққа баспа. Қаршадай бауырларың мен анаң қалды. Дәржан ағаң үйлеріңді көшіріп әкетпек. Соған еріп жолын ұста, деп ақыл айтып, қолдарын жайып бата қылды. Дәржан ағасындай емес, денелі, бұлшық еті ойнақтап, ылғи жалаңаш жүреді. Қаба қара сақалды қалай болса солай қағусыз бетімен жіберген. Үлкен басына тым құрдым көрінетін шұнақ құлағы уда-дуда самай жүнінен атымен көрінбей қалады. Таңқақ танаудан шыққан дем шиыршық атқан бұйра мұртқа малтығып жатқандай. Әр талы сояудай қатты сақал жұдырықтай екемшектің ортасын тырнай құлаған. Осынша қалың қара жыныстың үстінде қақ төбесіне дейін айқасқа дөк маңдай жалтырайды. Қос иығы қанталаған алақан көз айналасына алақ-жұлақ қарағанмен ештеңеге тоқтамайды. Ылғи айдалаға лағып жүреді. Сөз дегенді атымен білмейді. Үйінің ішінде де, сырт жұртқа да не тәтті не қатты тілі жоқ. Қатарларынан біреу-міреу көңілінен шықпаса, көріңді ұрайын деп бір дүңк еткізеді де, сосын қайтып жағашпайды. Жұрт Қырсық Құлжан мен Қорбаң Дәржан біренеден туған деуге адамдаңғысыз деп аңыз қылады. Құдықтың ішінен тұла бойы балшық-балшық жөн-жөн Дәржан шығып келе жатқанда, көрмеген білмеген кісі қапелімде жер астынан жік шықты деген осы екен деп қалардай. Әйелі ханым, қол-аяғы балғадай, бойлы сойлы өңді кісі. Дөңгелек отты көзінің нұры жұмсақ. Ағайын жекжатқа да араласымы мол. Дәржан қанша бауыр тартса да, көшпелі ауылға ұста боп кеткен Қырсық Құлжан. Қанаты сынған қарғадай, әр бұтаның түбінде бүгежекпен қала беретін құдықша ауыл тірлігін місе тұтпай, өзі илікпей қойғанды. Иесі өлген жетім үйді ханым жылы шыраймен қарсы алды. Абысының қой сойып, қол қусырып қонақ етті. Бетін сүйектеп, сыңғырама құлып салған әшекейлі сандықтан мата алып көйлек тікті. Басына жарқыратып жаулық тартты. Құлжанның үйі көшіп келген соң пәлен күн бойы ханымның қолынан оймақ түскен жоқ. Үсті-басы ебіл-себіл балалардың иіні жаңарды. Құлжанның өмір бойы бозармай кеткен қара құрым үзігі өлген соң ағарды. Ханым етегі қанамаған кісі. Онсыз да өңді әйел қасына қайнағасының үйі қонып, есігінен
балашаға кіріп шығып жатқан соң тіпті құлпырып кетті. Кішкене теңселге сүт пісірсе, қаймақ жалатып, нан илесе шетінен тоқаш ұстатып, әбден асты үстіне түсіп жүр. Дәржан үйіне шаршап келсе де, балаларды көргенде екезуін жей алмай, ырсыңдап күліп, мәз-мәрем боп қалады. Құлжаның суық қабағынан ықтап өскен балалар әуелі Дәржанға да дәттері бармай, жуымай қойды. Бірақ көп ұзамай өне бойы уда-дуда еңгезердей үндемес кісінің бет алдының жұмсақтығын іштері сезсе керек, шай ішуге келгенде еңсептен басқалары бірі тізесіне мініп, бірі мойнына асылып тапалайды да жатады. Қыңқ дейтін Дәржан жоқ, қолындағы шайын үстіне төгіп шашып, ыржиып отыра береді. Еңсеп, сонау жетім көкірек бала кезіндегі жүрегіне қона қалған осы бір ыстық ықылас пен жылы мейірімді ойлағанда, әлі күнге ет бауыры елжіреп, жидіп кеткендей болады. Қанша шаршап шалдығып, қанша кісіден көңілі қалып, беті қайтса да, сол бір жылы қабақ, жұмсақ алақанды ұмыта алмайды. Нелер тағаты таусылып, сабыры сарқылған, у ішкендей боп, көкірегі өт татып, жарық жалғаннан түгел түңіліп, сырттап келе жаздап тұрған кездерде сол бір шұғылалы шуақ есіне сап ете қалады. Асылы адам көңілі өмірдің көп өткіншісі шұбырып жататын айдау қара жолының үстіндегі қайыршының кетік тостағаны сияқты. Өткіншілердің біреуі у тамызады, біреуі бал тамызады. Өңшең у болса, әлдеқашан жер қабар едің. Аз болса да, анда-санда бір тамсада, жер үсті тіршіліктің тәттілігін сездіріп, таңдайыңды татытып кететін балы бар ғой тағы да. Адамның есінен қанша таңғанмен, есірік дәмеден қол үзбей, ылғи әлденеге тырмысып, арам тер болып жүретіні де сондықтан шығар. Дәржан қапелімде еңсепті кел көр, үйреніп ал деп құдыққа сүйреген жоқ. Маңдайына бала бітіп көрмеген кісі жер шұқып, топырақ қазғанды өзі сияқты қу сіңірлер де зорға шыдайтын тауқымет санап, бала жігіттің етін жыртып, көңілін сындыруға әлі ерте көріп, аяп, құдық маңына жуытпады. Еңсеп ағасының үйінің қасына келген соң тағы 2 жыл балалық дәурен құрды. Ашаң қара торы жүзі жылтылдап, көзінің оты оянып, ер жетіп келе жатқан қайынсын ақылды ханым атқа өзі мінгізді. Дәржан шүкір, ол кезде табысты еді. Бірақ қонағы келсе, пышағы әзір, көңілдесі келсе, аты әзір Дәржанның іргесінің көңі қалыңдамады. Дегенмен ағасы мен өз үйін ішер аз, киер киімге кенде қылмайтындай қазанының түбі қаңсымас күй бар еді. Дәржанға біткен жылқының ішінен маңдайында бармақтай ақ жұлдыз меңі бар құндыз торы дөненді жеңгесі еңсепке мінгізді. Ер-тұрманын да өзі түзеді. Сосын бір жылы жазғытұрым Дәржан екеуі төркініне көрсе барғанда қастарына оны да ертіп кетті. Ханымның төркіні тек мал жиғанына мәз сасық байлар еместі. Дәулетке сай сәулет те түзеп, көшінде, дастарқанында, төсек орнында салтанатпен ұстайтын сәнқой ауылды. 60 үй ақ төс, арын атанған ауылдың жігіттері ылғи сән түзеп, ауыл қыдырып, ат үстінде жүрер еді. Шетінен орынбордың қара мандаласынан тіктіріп, қынама бешбет киетінді. Омырауларын ашық тастап, ақшайы көйлектері анадайдан жарқырап келе жатарды. Олар не торы, не қара, өңшең сүлік сұлу ат мініп, төстері жарқырап, жал басына шыға келгенде, қапелімде қай-қай ауылда сасып қалар еді. Қыз келіншек дереу үй ішін жөндеп, самауыр қойып, сарқарын әйелдер мен кемпірлер жалмажан ыдыс-аяқ тазалай бастайды. Арын ауылының жігіттері аттарынан да сәнмен түседі. Тізелерін бүкпейді, тізгіндерін ұстап, қолтықтарынан демейтін ауыл иелері. Қашан аттанып кеткенше көліктің жайын сұрамайды. Мамық төсектің астында санағарпа жатса, бірден біле қояды. Шетінен сайқымазақ, жұрт ел ішіне жайып кетеді деп, көбіне көп арын жігіттерінің қуақы тілінен қорқады. Еңсепті
Ханым жеңгесі сол еркебұлан жігіттердің тобына қосты. Бай ауылдың еркешораларына еңсеп тез сіңісті. Сері жігіттер бұны кірме көрген жоқ. Ашаң қара торының әдемісі аттың құлағында ойнайды. Шырқау биік болмағанмен майда қоңыр даусы бар әнді нәшіне келтіріп, тыңдаушысының құлағын кесіп алардай ғып, қылқылдатып, ерекше бір назбен салады. Дала жасының бір басына бұл аз өнер емес. Әр жалдың басында жан-жаққа шашырай жайылған қой мен жылқыны торып, іштері пысып отырған ауылдың делебесін бір қоздырып, мәз-майрам ғып кетуге, жігіттердің құлақ құршын қандырып, бір серпілтіп, ал ата-анасының не жеңгесінің қасында көзін төмен салып, бетке қан ойнап, ұялып отыратын уыз бойжеткендер мен шай құйғанда шыны аяғыңды беріп жатып, ақсүйрік саусақтарымен абайсыз жанасып, ұшқынды көздерінен ықылас шашып бағатын жас келіншектердің көңілін қобалжытуға, әйтеуір түскен үйінің берген шайы мен сойған малын қысылмай ішіп жеуге молынан жетіп жатыр. Еңсеп жиын тойда ортаға шығып, қолына домбыра ап, ән шырқағанда, не қиссалардан терме соққанда, тас маңдайларын талай қыстың ызғары жалап, көкіректің өздері өткізген көп жылдың, бұлар әлі біле қоймаған көпті кендері тырнап тастаған кәрі жағы көздеріне жас алады. Томай жатып өздерін желдің өтінде санайтын ержүрек жігіттер көздеріне мұнар, көңілдеріне мұң жүгіріп томсара қалады. Қақ ортада қара домбыраны сабалап, сілтеп отырған қаршығадай қара жігітке көздерінің астынан ұрлана қарап, беттері бал-бұл жанып, сонау ақ шайы көйлектің астындағы көгершін төске не бір сұғанақ көздер болмаса, қапелімде қалған жұрт байқай бермейтін болар-болмас діріл жүгіріп, көңілдеріне әлі өздеріне де анық емес, әйтеуір бет дуылдатып, қан толқытып, жүрек қобалжытып, көмей құрғататын, тым жұмбақ, тым нәзік, тым діңке құртып елтіп бара жатқан елжірек ынтық, ыстық ықылас оянып, қуана сүйсіне тыңдайтын, тек әлі беттеріне шаң, еттеріне дақ тимеген уыз көңіл бойжеткендер ғана. Думаншы топтың ішінде әнші балаға оқтын-оқтын шүйіліп өтетін қырғи көз сақа келіншектер де аз емес. Қаршығадай қара бала қай-қайдағыны айтып көсілткенмен, айтып отырғанына өзі мән беріп жатпайды. Сынапша сусылдатып, лекітіп төге беретін тақ-тақ әуенге басып, көбіне көп, көмейінен шығып жатқан сөздерден гөрі төңіректегі көздерге баса зер салады. Жанарының қиығына ақша жүздер іліксе, айдындана арқалана түседі. Осындай от жалын өжеттік, тек ән салып отырғанда ғана бой көрсетіп, ән біткесін жым-жылас жоғалып кетеді. Жан-жағынан жапа-тармағай қараған көп жанар мен жамырай айтылған көп қошеметтен бір түрлі қысылып, екі беті дуылдап ала жөнеледі. Ондайда қаралай өлі өшіп, шығарға жаны басқа болып отырған ынтық қыздар іштей шыбын-шіркей боп аяса, қырғи келіншектер осынша нәресте бозбалаға бұрынғыдан бетер сұқтана түседі. Әйтеуір солар отырған жақ беті өртеніп бара жатады. Бірақ не керек, дала жасының дәурені қырдың бір сәскелі келте көктеміндей тым шолақ. Қыз байғұсты бетінің қызылы енді көрініп келе жатқанда ұзатып жібереді. Жігіттің иегі түбіттенбей жатып, басына ноқта түседі. Еңсептің де жастық дәурені алыс жолда ай батқанша жүріп кеп, тек таң алдында ғана бел шешпей сұлай кетіп, көз шырымын алған суыт жүргіншінің таң ұйқысындай тым тәтті, тым қысқа болды. Сол күндері еске түскенде Еңсептің егде тартқан жүрегін әлі күнге бір жұмсақ мұң шарпиды. Жер қазып, тас қашап ширатылып қалған бұлшық еті бір түрлі балғын тартқандай балбырап сала береді. Бұл үйлі баранды егде адамның көңілін қайдағы жоқ иектеп, енді қолға көп түсе бермейтін жігіттікті көксегені еместі. Сонау келмеске кеткен жас дәурені еске түскенде, кісі өмір бақи армандап, өлерінде де көріп өлдім бе, көрмей өлдім бе деп күмәнмен кететін жаңғыз аңсары
бақыттың шын дидарын көрсе, тек жас шағында ғана көре алатынын, бірақ бақытты жастық бақыттылығы сонша, тіпті басындағы бақыттың өзін тұсында байқай алмай қалатынын ойлағаны еді. Адам асылы өмір бойы көңіл деген көтерем тұғырды бас көзге төпеп, бақыт қуған сайын одан солғұрлым алшақтай түсетін сияқты. Бақыт қуған адамның тапқан бақытынан жоғалтқан бақыты көп болса керек. Адам байғұстың қиялы жеткен жердегі жақсы мен тәттіні бір бойына сыйғызған осы бір сөз қашан кісінің көңіліне шемен боп байланған сәтінен бастап, бастапқы мән мағынасының бәрінен түгел айрылып, онсыз да кем қанағат, онсыз да өлермен пендені онан сайын жан алқымға түсіретін қайыс қамшыға айналатын көрінеді. Алдындағы емен күбіге салған топырағы сырғанап тұрмады, әлдеқашан толып кетті. Арқанды қағып, жоғарыдағыларға белгі берді. Шүпілдеп толған емен күбі сусып, жоғары көтерілді. Еңсеп, қап-қара үңгірдің ішінде тағы да сонау жарық дүниемен байланысы үзіліп жалғыз қалды. Тас төбесіне найзадай төнген қара үңгірде тек арқанның дір-дір дыбысынан басқа үн жоқ. Емен күбіні жоғары тартып әкеткенде еңсептің ойы қашанда үзіледі. Дағдарып отырып қалды. Сосын тағы да сыз қабырғаларды үңгуге кірісті. Бірақ жаңа бойы сергіп келе жатқан кісіге маңдайы енді жіпсей бастағанда қайтадан тер қатқандай ал-сал тартып қоя берді. Бірдеңесін ұмытқандай ойы онсан бөлініп, жаңа ғана жайылма судай жан-жағынан ентелеп келе жатқан ескі елестер мен тап осы қазір табан астында туып отырған ойлардың бәрі бір жаққа безіп кеткен. Шықшыты бүлкілдеп, әлдебір ашу көтерілгендей, кеңсірігі қаңсып, басы меңзең тартты. Еңсеп, омырауындағы шақшаны қолын алды. Көкбөрі насыбай танауын жыбырлатып түшкіріп жіберді. Бір емес, әлденеше рет үсті-үстіне түшкірді. Көкірегін қышап тұрған зіл түгел сыртқа атып кеткендей, дене жайылып сала берді. Дағдарып қалған көңілінде қайтадан ой оянды. Еңсеп, құдалардың ауылында дырду-думаның соңында қанша жыл жүрем десе де, қой бала жетер енді дейтін Дәржанның түрі көрінбейді. Қайта анасы Пайғыз шыжбалақтап, өз-өзінен қысылып, мұның бос селтең жүрісін қойып, ағасына қолғабыс жасайтын уақыты әлдеқашан жеткенін құлақ қағыс қылды. Еңсеп те анасының көмейін түсініп, өзінің шыннан да шаруаға қырсызданып бара жатқанын байқады. Жұлдыз меңді торы атын жылқыға қосты. Бұған енді ағасының ауыл арасына мінетін бурыл тұғыры ертелді. Ол кезде Дәржанға Төкенбай құдық қаздырып жатқанды. Ағасы Еңсепті әлі де аяп, әуелі көрсін, үйренсін деп қиынға сала қойған жоқ. Құдықшыларға шай қайнатып, тамақ пісіреді. Көктем шығып, көк көріне бастаған кез. Баурай бауырындағы індігеш екеш, індігештерге дейін шиқ-шиқ үнге бөгіп, табиғаттың қағанағы, қарқшағы. Мұндайда қазақ іргесі күбір сасып, отыра алмай, қыстаудан бір жола көтеріледі. Жал-жалдың басына самсап, ақ жұмыртқа ауылдар қонады. Еңсеп те күн бата бере, борыл тұғырды ерттеп ап, құдықшылар қосынан безіп отырады. Ауылдардың біріне түсіп, шалдардың шаруа жайымен жыл сыңайын айтқан кеу-кеу әңгімесіне құлақ тосады. Қой сауып, қозы айырғандардың ызық-иқы оудуын құныға тыңдайды. Заржақ қатындардың қосын далмаған саулықты иітпек боп, түбай-түбайлаған көй-көйі құлағына күйдей жағады. Еңсеп әкесінің елмен бірге көшіп, бірге қонып жүретін ұсталыққа құмар боп, құдықшылықтан неге қашқақтап өткеніне енді түсінді. Борыл ат, қой маңырап, ит үріп, ызы-қызы болып жатқан ауыл жаққа қарай ентелей басады да, ертесіне қосқақ айтқанда мойны салбырап, митың-митың маңдымай қояды. Жан-жануар түгілі қара жердің де дені жайылғандай. Самиян дала кеудесіндегі ол қызық пен ұлан асыр сән көрікті енді өрбіп өркендей бастаған балауса тірлікті үркітіп, шошытып алмайын дегендей шуаққа омырауын тосып, маужырай керіліп жатыр.
кең дүние түп-түгел серпіліп, сергіп шыға келіпті. Тек еңсептің ғана назары сынық. Мынау қарсы алдына шығып ап, бет-аузын аймалап келе жатқан майды самал да өн бойы шырынға толып, жұпар аңқи бастаған көк шөп иісі де бұны өз-өзінен елегіздіріп, жеңінен тартқылап, әлдеқайда ту-ту алысқа жүрші-жүршілеп азғырғандай. Ондайда албырт көңіл ауаланып, көрдің аузындай інді-кешке телміріп отырған құдықшылар қосынан атымен безіп, мынау маңдаланың тұсына маңып кеткісі келеді. Сілті ішкендей шек бауыры түгел жейдіп, мимырт боғырылға, қамшы ұруға да дәрмені жетпей, дел-сал келе жатады. Тізгінінен тартып, басын басқа жаққа бұрған ешкім болмаған соң, борыл ат үйреншікті сүрлеуге түсіп ап, құдықшылар қосының іргесінен кеп, бірақ тоқтайды. Жаз шықты, шөп пісті, қозылақ аяғынан тік тұрып, айдауға көнетіндей боп, буындары бекіді. Ауылдар қырқынға кірісті. Жабағы жөнінен айырылып, тұлдыр жалаңаш қалған қойларды көргенде, еңсеп өз-өзіне жүдеп сала берді. Бір күні Арын ауылы жайлауға көшеміз, қоштасып қалсын деп, қызы мен күйеуін шақыртыпты. Ханым қайынсында ерте жүрді. Бай ауыл мәре-сәре, еркек жағы ат ұстап, түйе матап, әйел жағы жүкті буып-түйіп абыр-сабыр. Тізгінге әлі жететін балалар ертең көш жөнекей мінетін тайларын жуастып, табандарынан таусылып жүр. Ақсақалдар қайта-қайта иіріліп, жол бағыты мен жолай суаттар жайын мәслихаттасады. Ертең көшеміз деген күні шаңырақ сайын бір-бір боз қасқаның басы қырқылды. Шалдар дастарқан басында ұзақ мақамдап, жолдың сәті мен өрістің оңына бата бағыштады. Еңсеп ол күні елегізіп жата алмады. Қайда 5 кісінің басы қосылса, соны жағалайды. Көз таса оңашада оң қабақ құдашаларымен қалжыңдасты. Ойыншыны аралас назын айтты. Біреу-міреу үстімізден шығып қала ма деп, сыртқа елеңдей құлақ тосқан бойжеткендер жігіттің үзіле айтқан сиқырлы сөздерінің буына балқып, үнсіз күлімдеседі. Қоштасарда қыр қызының тілсіз, тылсым пейілінің куәсіндей жан-жағына моншақ төгіп кестелеген жібек орамал ұсынады. Ертеңіне ауыл таң бозарар-бозармаста ұйқыдан оянды. Әдетте әрі-бері аунақшып, төсектен тұрып болмайтын балаларға дейін бүгін елден бұрын атып-атып тұрып, байлаулы тұрған тайларына жүгірді. Жаулығы қарқарадай кәрі әжелер таяқтарына сүйеніп ап, үй жығып жатқан қыз келінге анадайдан жөн-жосық айтып қояды. Жас келіндердің де жүгіріп бағатыны осы тұз. Кімнің көшінің бұрын жөнелгені ең алдымен соларға сын. Енелердің шыдамсыздау қазымыр жағы қайта-қайта таяқтарын шошаңдатып, зіркілдеп ала жөнеледі де, ал сабырлылары жас әйелдердің әр қимылын қалт жібермей үнсіз бағулы. Түйелер қомдалды, жүк артылды. Әжелер мен жас балалар мінетін түйелерге шырқ айнала текемет қоршалды. Қаруы қайта қоймаған сары қарын бәйбішелер жаулығы қарқарадай боп, алдыңғы түйеге мініп көш бастайды. Иә пірім, пісімілә. Жүк артқан түйелер орындарынан тұра бастады. Көштің алды жөнге шықты. Қос қапталда қаз-қатар тізіліп, сәукелелері сылдырап, үкілері бұлғаңдап, қыз-келіншектер барады. Еркектер жағы әлі аттарына мінген жоқ. Құтты қоныс болған ескі жұртқа Құран оқып аттанбақ. Алақан жайылды, бет сипалды. Қонышқа тығулы қамшылар қайтадан қолға алынды. Бірінің тізесіне бірі таянып, ақсақалдар орнынан тұрды. Оларға ілесе, басқа еркектер де дүр көтеріліп, аттарына беттеді. Жасы үлкендер жағы жол сілтейміз, өріз, суат барлаймыз деп, желе жортып ілгері озып кетті. Жастар көш қапталындағы қыз-келіншектер тобына келіп қосылды. Біреулері қарқ-қарқ күліп қалжың айтса, біреулері түйе үстіндегі егде әйелдердің көзін ала беріп, келіншектердің омырауына жармасып, аш белдеріне қол жүгіртеді. Бір-біріне көздерінің астымен қарап, үнсіз сұхбаттасып келе жатқан бойжеткендер мен бозбалалар да бар.
Жігіттердің жел өкпелеу жағы ұйқашар болсын, ат жарыстырамыз, орамал бер деп, тұстас жеңгелерін тақымдап, тізгіндеріне жармасады. Орамал сұрағанды сылтауратып, енді келіншектердің омырауын мытып, мақындарын шымшып, ауызбен айта алмай жүрген аңсарларын қолмен білдіріп жатқандар да көп. Жас жігіттердің тегеурінді қолының тентек қимылдарынан тәндеріне бір сиқыр от тарып, рақаттенген кейбір қу келіншектер жандарына майдай жағып бара жатқан осынау озбыр шеңгелден тез айырылып қалғысы келмей ұзақ тайталасады. Бөгде көзге сыр алдыртпай үнсіз жымияды. Қалың кірпіктің астынан сүзіле қарап, омырауын көлкештеген болып, жігіт қолынан қашқақтағансып, жұп-жұмыр білектерін көлденең тосып, ат жалына оңды-солды сылқ-сылқ онсыз да сабыр сарқылып келе жатқан албырт жасты одан сайын үздіктіріп, әбден арбап бағады. Қашан өзінің де дәрмені таусылып, ашқарақ жас тән тағаттан айырылып, өн бойына әлсіздік буы жүгірген кезде барып, қалтасынан орамал суырып, жігітке береді. Жігіт келіншек берген орамалды төбесінде тудай көтеріп, көштің ықжақ бетін алып, дүркіретіп шаба жөнеледі. Таң атқалы тұяқтары қызып келе жатқан өзге аттар соңынан қуып береді. Көк ала жоңға көтерілгенде жан-жақтан шұбырып шығып жатқан өзге ауылдардың да көштері көрінеді. Тай мінген балалар жағы енді соларды қызықтамақ боп құйғытып ала жөнеледі. Үлкендерде, мынау пәленшекем аулы ғой, барып көштеріне құтты болсын айтайық деп аттарына қамшы басады. Көш басында жайлы сары атанға текемет қоршап, кілем жауып жайғасқан кәрі әже жол жөнекей амандасқалы келген сәлемші жастарға қоржыннан жілік-жілігіме ет үлестіріп, балалар жағына бауырсақ ұстатып, қолынан дәм таттырады. Әй әжеке, иманды бол, деп желаяқ жастар тағы бір ауылдың үлкенінен дәм татып, қалмаққа аттарына қайтадан қамшы басады. Қыс қоныстан жаз жайлауға қарай шұбатыла көшкен тізбек-тізбек көштердің аралары осылай ерсілі-қарсылы ала шабуыл. Құдалар ауылын аға жеңгесімен бірге қозы көш жерге ұзатып салған. Еңсеп жастайынан жадында жат боп қалған осы көріністердің бәрін жаңа көріп тұрғандай тамсана қарады. Әдеттегі манаурап жататын қыр бүгін дүбірге толы. Кеудесінде жаны бардың бәріне желік біткен. Бәрі де бір жерде тағат таба алмай, әлдеқайда асығып тыпыршып тұр. Маң-маң түйелердің де аяқтарына көз ілеспейді, ентелей басады. Ақ текемет қоршаудың арасынан шақырайып көрінетін әжелердің шаңқай жаулықтары әлдеқайда ұша жөнелгелі, қанатын құмдап отырған аққулардан аумайды. Көш қимыл қыбыры аз дала тірлігінің әбден асып тасқан мерекесі. Жақсы өріске, жаңа қонысқа, жаңа әсер, жайсаң ләззатқа ынтыққан сергек көңілдің шаттығы. Еңсеп қарасып бара жатқан ұзын шұбақ көштің соңына көзі боталап көп қарады. Сонау маң-маң басқан тізбек-тізбек түйелер осы өңірден күні кеше жал-жалдың басында тізіліп отырған ақ жұмыртқа ғана емес, ың-жың үнді ду-ду күлкіні, абыр-сабыр қимыл қыбырды, күлкі тіршілікті жым-жылас көшіріп әкеткендей. Көк майсаның ортасында түйме жараның орындай боп ақтаңдақ көне жұрттар жатыр. Сол ақтаңдақ жұрттар Құдықша ауылда 2-3 егде еркектің қасында жалғыз қалған Еңсептің көзіне көпке дейін шоқтай басылды да жүрді. Құдықша ауылда ебіл-себіл тіршілік, алақандай шұқырдың айналасындағы күн сайын бөксесі бұлтиып көтеріле түскен көр төмпектен басқа көз қуанышта жоқ. Көлдеу ойдың ортасындағы құрым күркелер көл-көсір даладан да таса қалыпты. Еңсеп осы ауылдың шайын ағартып отырған өрістен қайтып келе жатқан қараша інгенге қызыға қарайды. Енді міне жер ортасына келді. Бала Еңсептің басын қатырған шытырман сауалға әлі жауап тапқан жоқ. Әлде өмір сүру дегеннің өзі де әлгі бір әзәзіл сауалға жауап таба алмай бас қатыру ма? Не де болса, осы бір сұрақты түбегейлі толғап, түбіне жетуге әлі күнге мұршасы болмай келеді.
Қолындағы күректің шолақ сабы маңдайына қатты батты. Жалма-жан басын көтеріп алды. Маны келіп түскен емен көбінің әлі толмағанын көрді. Сусып құлаған қиыршық тасты күреп сала бастады. Емен көбі толды. Қыл арқанда жұлқылап жоғарыға белгі берді. Шүмпілдеп толған емен көбі ту сонау төбедегі иненің жасуындай саңылауға қарай сырғанай жөнелді. Еңсеп күреңіне маңдайын тіреп қайтадан ойға шомды. Әуелі қолға мүйіз бітеді, сосын күні кеше ал-сал боп алдыртпай жүрген балғын бұлшық ет. Қатындар керегенің көзінен қазыққа орап тартып ширатқан қыларқандай боп шиыршық атады. Қатайып қатыгез тартқан бұлшық етпен бірге көңілде бекиді. Алдымен арманның аяғына тұсау түседі. Еңсеп құдық қазуда әжептәуір жөн біліп қалды. Бастапқы кезде топырақ шығаруға көмектесіп еді, енді құдыққа түсіруге де жарады. Әркімнің аяғына жығылып, құлағынан сипағанға құйрығын бұлғаңдатып, мәз-мәрем болатын бала күшік қораға байланған соң ырылдап айбат көрсеткенінен, абайсыз сирақтарға азуы тигенінен ләззат алмай ма? Еңсеп бұрын қашқақтап жүрген өнеріне кем-кемдеп дәм татқан сайын құныға түсті. Үлкендер ананы өзің істей ғой, мынаны өзің істей ғой деген сайын бір масаттанып қалады. Адам алдана білмесе, кеп-келте ғұмырында басынан кешіретін сан-сапат тауқымет пен азапқа бір күнде төзе алмас еді. Көңілдің қорғанышы алданыш. Адам армандаймын деп жүріп алданумен болады. Алданып жүріп-ақ талайды бітіреді. Еңсеп емен көбіні бір өзі тартып шығара алған күні төбесі көкке жетті. Екі қары талып, бұлшық еті созылған сайын, кеше көзіне жас келсе, бүгін көңіліне жел бітетін болыпты. Көр аузындай кішкене шұңқырдың айналасындағы қызыл төмпешік бірте-бірте қоңырайды, сосын сұрғайды, күлгін тартты. Ақырында емен көбі жер астынан қиыр топырақ, жентек саз емес, қоймалжың лай алып қайтты. Көбі түбіндегі лай сұйыла түсті. Топырақ шығарып тұрғандар емен көбіні қайта тастағанда шоқырдың ернеуіне жата қалып тың-тыңдайды. Емен көбі барып жеткенде ту сонау зымыран түбі емескі шылп ете қалады. Кенет қыл арқан дір-дір етті. Топырақ шығарып тұрғандар құдықтың аузына жеткенше барлық лай түбіне шөгіп, бет жағына мөлдіреп су тұнған емен көбіні төге салды да былай алып қойды. Жалма-жан қосшы баланы жұмсап, анатайда жайылып жүрген сары атанды алдырып шығырға жекті. Құдыққа ұшын тұзақтап шығыр арқан тасталды. Сары атан бық еті орнынан тұрып, күндегі үйреншікті сүрлеуіне түсіп тарта жөнелді. Ортасы кез ағаш доңғалақты сықырлатып, қыл арқан жыландай жылжып келеді. Ақыры өне бойы балшық-балшық құдықшының өзі де көрінді. Құдықтың аузында тұрғандар оны екі қарынан демеп шығарып алды. Құдықшы шұқырдан аулаққа құрғағырақ жерге барып жүрелеп отырды. Шақшасынан бармағының басына насыбай үйді. Жігіттер құдық түбіне қайтадан күбіс алды. Ол бұл жолы орта бүксе боп қайтты. Өңі әлі көгістеу. Лай суға жапа-тармағай қолдарын салып, алақандармен іліп алып, аузын шайып көрісті. Әлі де топырақтатып тұр. Ашы тұшысын ешкім жыға айыра алған жоқ. Кешкі салқынға еті шімірігіп, қалтырап кеткен құдықшы орнынан тұрып қосқа беттеді. Бұлайғы жігіттер де соңынан ілесті. Табадағы қызыл шоққа бөксесін тығып, ызыңдай әндеткен шұнақ шөмек жез шәйнектің күрең шайы күні бойы дамыл көрмеген құдықшының денін жайып барады. Шыны аяқтың бетінде шашырап жүрген қуырған бидайды ернімен бір-бірлеп қуалап отырып сораптаған талқы шай тер шығарады. Термен бірге өне бойын жерге сіңіріп бара жатқан зілде тарайды. Дастарқан жиналады. Қалжыраған құдықшылардың аузы әңгімеге енді қисады. Жер түбінен қозғалған әңгіме сірә жоқ. Енді не істеу керек екенін қамдаған шаруа жайы. Ертеңіне бәрі тағы да құдық басына жиналды. Емен көбіні жалма-жан құдыққа салды.
күндегідей қатты жерге тиіп тық ете қалған жоқ, күмп ете түсті. Суы әбден тұнған. Құдықшы емен көбіні қос қолдап ап, бас қойып еді, суы тұщы. Енді жігіттер бірінің қолынан бірі жұлып алып, ішіп жатыр. Ерні кезерген ала тағанақ қырдың тағы бір жерінен су шықты. Су шыққасын құдықшылардың қимылы тіптен тездеп кетті. Құдықтың төңірегінде шашылып жатқан тоқаш сияқты тығырық тастарды бірінің үстіне бірін өріп қалап, сонау көк тас қабатқа жеткенше шегендеп тастады. Сосын тебін су қайта құйылмасын, мал-мұл түсіп кетпесін деп шырқ айналдыра әкел салды. Сар кемік тастың ортасын ойып, астау орнатты. Жаңа құдықтың суын ең әуелі қараша інген мен қараша бота келіп ішті. Сәске шамасында маңайдағы елдің өріске шыққан сауын түйелері құдықшылар қосы отырған шұқыр сайдың ернегіне шыға келіп, күнде құрым күрке ғана тұратын тепсеңге едірейе қарасты. Тас астаудағы мөлдіреп жатқан суды көріп, көздеріне сенер-сенбестерін білмей аңырайып тұрды да, не де болса барып білейік дегендей бүлкілдей жөнелді. Тас астауға мойындарын салып, сырп-сырп сораптап ұзақ тұрысты. Сосын екі бүйірін қампитып, теңселе басып, өріске тартты. Күні кеше ала қырдағы не бас көтертпес оты, не бас сауғалайтын көлеңкесі жоқ тап осы бір тайпақ тепсеңге мойын бұрмай айналып өтетін барша тіршілік иесі оған аңсарлары ауып, жер түбінен әдейі іздеп келетінді шығарды. Жылмағай дөңдегі ұры тепсең талай санаға мықтап орнап, талай көзге жер түбінен мен мұндалап тұратын нысанаға айналды. Белгі бедері аз, тұлдыр қоңыр дөңде жан-жақтан соған шұбырған тарам-тарам сүрлеу соқпақ түсті. Ала қырдан бір ұрттам су таталмай аласұрып, әбден қаталаған тіршілік иелері көзі қарауытып, миы зеңіп келіп, бас қоятын сұлама дөңде жаңғыз бұлтиған осы бір әкелді құдық, ажал аузында сұлық жатқан шала жансар дененің төсіндегі әлі суала қоймаған сыңар емшек сияқты. Еңсептің қуанышы қойына сыймай тұр. Ертелі кеш құдық басынан шықпайды. Астаудың ернеуіне қонып, тамағының асты бүлк-бүлк етіп, су ше бастаған торғайларды қызықтайды. Төкенбай 3 күн өткен соң келді. Қасында айғыр топ адам. Мойындарын созып, құдықтың түбіне үңіліп, шеген тастардың қалай өрілгенін көрді. Шығыр тартқан атанның жалғыз аяқ сүрлеуінің қанша қадам екенін өлшеді. Бір түнге қанша астау су ойнетінін сұрады. Қауғамен су тартқызып алдырып, дәмін татып көрді. Беті қолдарын жуды. Төкенбайдың атқосшылары жаңа құдықты жабыламақтады. Құдды осы құдықты сол қазып шығарғандай, ауыздары жалпылдап, барлық қошемет қолпашты Төкенге айтып жатыр. Көңілі өскен бай ертесіне Дәржанның алдына құдық ақы малын салып берді. Сол күні түс қайта құдықшылар қосын 2 түйеге артып ауылдарына, бала-шағаларына қайтты. Еңсеп шұңқыр ойдың ортасында қалып бара жатқан кешеден бері Төкен қаздырған атанған жаңа құдыққа қия алмай көп қарады.